Сәлем достар, бүгінгі видеода біз өте дәмді және де өте жеңіл жасалатын американдық панкейктер жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға 100 грамм қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қол миксермен араластырсаңыздар болады, немесе венчикпен де араластыра берсеңіздер болады. Осыған 400 грамм сүтімізді салып, жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін 10 грамм мөлшерінде разрыхитель саламыз. Онымен де жақсылап араластырып аламыз. Араластырғаннан кейін 280 грамм ұнымызды мөлшерлеп, аз-аздан салып, жақсылап араластырып отырамыз. Осындай консистенцияда болуы тиіс, және осыған 80 грамм жұмсақ сары майымызды салып, онымен жақсылап араластырамыз. Осындай болуы тиіс, және де оны табада пісіресіздер. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер.